Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тұздықтағы тауық етін пісіру рецептімен бөлісемін. Тауықтың жон етін осылай төртке бөліп, үстін пышақпен кесіп шығамыз. Үстіне тұз, қара бұрыш және паприканы жақсылап жағып шығамыз. Сарымсақты ұсақтаймыз. Тауық етін осылай оңға аунатып аламыз. Табаны қыздырып, үстінен 50 мл май құйып, тауық етінің әр бетін 1,5 минуттан қуырамыз. Тауық қуырған табамызға тауық етін қайтадан саламыз. Үстіне 70 грамм сары май саламыз. Сарымсақты қосамыз. 1 ас қасық лимон шырынын саламыз. Бір шай қасық бал қосамыз. Және 4 ас қасық соя соусын құйып, араластырып, 15 минут бұқтырамыз. Гарнирі үшін 500 грамм картопты жолақшалап тураймыз. Қызып тұрған майға картопты дайын болғанша қуырамыз.
фридің үстіне кішкене тұзбен қара бұрыш сеуіп араластырамыз. Асымыз дайын. Өз қалауымызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.